Сол кезде ібліс сондай тәкаппар әрі сондай өте залым, Алла Тағалаға былай деп айтады екен. Қала фәбима ағуайтани. Я Алла, сен мені адастырдың. Сен мені менсінбедің. Маған менің өз қадірімше мәміле жасамадың. Сөйттім де мен адасып кеттім, бірақ соның қатесі сенсің деген сияқты уәж айтады. Сөйтеді не істейді? Қала фәбима ағуайтани ләақғуданна ләхум сиратакал мустақим. Я Алла, мен міндетті түрде сен мені адастырғаның үшін соның есесі ретінде сенің құлдарыңның тура жолына отырып алам дейді. Шайтан сондай Аллаға дұшпан болған, Алла Тағала оған қиямет күніне дейін өлмейтін, қиямет күніне дейін 24 сағат ұйықтамайтын сондай бір хал беріп қойған, қарасаңыздар. Бізді 24 сағат бойы шайтан бос қоймайды. Өйткені оның кегі, дұшпандығы адам баласына деген сондай шектен шыққан, бізді өзімен бірге тозаққа алып кіргенге дейін ол тыншымайды екен, қарасаңыздар. Сондықтан біздер мұсылмандар ғапылдыққа түсуге ешқандай біздің ақымыз жоқ екен. Шайтанның тәкаппарлығы, менмендігі жайлы Құран кәрімде Алла Тағала тағы да былай жалғастырады. Ла'анахуллах. Алла оны, шайтанды лағнеттеді дейді. Яғни тозақта Алла, жәннатта Аллаға қарсы келген үшін Алла лағнетіне бөледі. Лағнет айтты оған. Сол кезде шайтан айтқан екен. Мен сенің құлдарыңды дейді, белгілі мөлшерін өзімдікі қылып аламын дейді. Вәлә удилләннәхум. Міндетті түрде оларды адастырам. Қандай айлақ келтірсем де, байды болсын, кедейді болсын, әрқайсына айлам көп, сол арқылы адастырам. Вәлә уммәннияннәхум. Оларға үміт сыйлайым. Тәубені кейін жасайсың. Алла кешірімді ғой, күнән жасай бер. Немесе өмірің ұзақ болады ғой, әлі жассың. Әр кімге, әр жастағы мұсылманға әр түрлі уәсуәсе салады. Әр жастағы мұсылманның өзіне тән несі бар, шайтанның құрып қойған жоспары бар. Әр кімімізді әр жағынан үміттендіріп адастырады. Және де ары қарай не дейді аятта? Вәлә әмруннахум фәлюғаййирунна халқаллах. Және де оларға жайлап, сыбырлап, уақи жасайым, уәсуәсе түсірем, олар Алланың жаратылысын өзгертеді дейді. Енді аят түскен кездегі Алла Тағаланың жаратылысын өзгерту, жаңа бұрынғы құлдарды нетіп тастау, піштіріп тастау дейді ғой, бұрынғы кезде сондай не болған. Бұл Алланың жаратылысын өзгеріске ұшырату. Ал енді күніміздегі Алланың жаратылысын өзгеріске ұшырату өздеріңізге белгілі. Қазір қоғамымызда болып жатқан еркектің әйел болуы, әйелдің еркек болуы, немесе жаңағы өзінің бет әлпетін өзгерту, барлық нәрсе шайтанның Алла Тағаланың жаратқан жаратылысын өзгертуге алып барады екен, қарасаңыздар. Шайтан тоқтамайды екен. Сондықтан Алла Тағала не дейді? Кімде-кім шайтанды дос тұтатын болса, ол сондай бір қасіретке ұшырайды дейді. Шайтан оларды үміттендіреді, кейін бәрі жақсы болады деп үміт сыйлайды, уәде береді, бірақ тек қана шайтан алдайды дейді. Шайтанның Аллаға сондай дұшпандығының, адам баласына тағы бір дұшпандығының дәлелі ретінде Исра сүресінде Алла Тағалаға шайтан былай дейді екен. Қала араайтака хазаллази. Я Алла, қарамайсың ба? Хазаллази меннен үстем қылып қойған. Каррамта алайя. Меннен де үстем қылып қойған мына адамға қарайсың ба дейді. Ла ин аххартани. Егер де маған рұқсат берсең, иля яумил қиямати, қиямет күніне дейін мұрсат берсең, ла ахтаниканна зурриятаху илля қалила. Оның ұрпақтарын мен жоям. Оның ұрпақтарын бір-біріне дұшпан қылам, бірінің қанын біріне төккізем, бір-біріне қарсы келтірем. Тек қана аз мөлшердегісі ғана құтылады, қалғанның бәрін өзімен бірге тозақ қалып кетем. Сол кезде Алла Тағала не дейді? Фазхаб. Бар. Фаман таби'ака минхум фа инна жаханнама. Сенің артыңнан кім ереді? Жаханнам сендердің тозақ, сендердің үлестерің болады дейді. Және де Алла Тағала былай дейді. Уастафсиз. Оларға еліктір, оларға уәсуәсәңді сал, қолыңнан не келеді бәрін жаса. Бисаутика. Даусыңмен. Өзіңнің даусыңмен оларды адастыр, оларды елірт. Енді осы жердегі шайтанның айласы дейді, дауыстан мақсат Алланың ұмыттыратын әр түрлі өлең жырлар дейді. Ғұламаларымыз айтады. Әр түрлі әндер, қазіргі кездегі жаңағы
әртүрлі естіген кезде құтырып билететін музыкалар, осының бәрі шайтанның дауыстары дейді. Және де не дейді ары қарай аяттың жалғасында Алла Тағала, және де оларды тартып ал өзіңе қарай, жаяу жүретінің болса да, атпен жүретінің болса да дейді. Бұл қалай десе, шайтанға апаратын нәрсені таратушылар дейді. Көлігімен бола ма, жаяу бола ма, әрқашан шайтанға шақыратындарыңмен адамды өзіңе бағындыр дейді. Енді қайсысын бағындыра аласың, ол сенікі. Баратын жерлерің барлығы тозақ дейді Алла Тағала айтады. Бірақ Алла Тағала шайтанға былай деп айтады: менің құлдарыма сенің бірақ уәсуасаң жүрмейді дейді. Ол қандай құлдар? Оны шайтанның өзі мойындаған: илля ибадака минхумул мухласин. Тек қана саған ықыласты түрде құлшылық жасағандар. Сондықтан құрметті жамағат, көп нәрсе жасасақ, аз нәрсе жасасақ та, тек қана Алла үшін жасауға тырысуымыз керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Сабақа динару ад-дананира хадисінде айтады. Бір динар, бір тиын дейді, қаншама алтын тиындарды озып кетті дейді. Сол кезде сахабалар сұрайды: я Расулалла, ол қалай озады дейді. Сол кезде бір динарды болсын, бір ақшаны, бір теңгені болсын, ол адам шын ниетімен берді, шын ықыласымен берді дейді. Ал қаншама ақшаны, қаншама алтын ақшаларды Алла үшін бермесеңіз, оның Алланың алдында ешқандай құны жоқ екен, қарасаңыздар. Сондықтан шайтаннан тек қана ықыласты болған құлдар қана құтылады екен. Әйтпесе біз жанымыз шыққанға дейін шайтан бізді бос тастамайды. Әрбір жамандық атаулының бәрі шайтаннан. Жамандықтың символы шайтан. Бір хадисте келеді ғой, сіздерге дейді, егер жақсы ой келсе, ол періштеден келген ой дейді. Жасаңыздар дейді. Ал бір егер жаман ой келетін болса, ол шайтаннан дейді. Жаңа жоғар жақта біз айттық, шайтан ұйықтамайды. Тіпті адамның түс көруіне де шайтанның әсері бар екен. Ахлам, ар-ру'яту ас-салихату бин Аллах. Пайғамбар саллаллаху хадисі. Салих болған шынайы түс ол Алла Тағала тарапынан. Ва ахлам мина шайтан. Жаңағы бытықы, шытықы болған ешқандай мәні жоқ, мағынасы жоқ түстер дейді, ол шайтаннан дейді, қарасаңыздар. Сондықтан ол шайтан 24 сағат өмірінің соңына дейін ешқандай демалыссыз, ешқандай тоқтаусыз өзінің әрекетін жасайды. Және де шайтанның біздің денеміздегі, біздің болмысымыздағы ең үлкен сыбайласы ол біздің нәпсіміз екен. Шайтан бізге барлық жамандығын осы нәпсіміз арқылы алып келеді екен. Бірақ өкінішке орай біздер кей кезде дұшпанымызды туысымыздан, досымыздан, жақынымыздан, басқа бір мұсылманнан таңдап аламыз. Айтатын сөзіміз тек қана соны жамандау, іс-әрекетіміздің бәрі соған бағытталады. Жоқ, біздің дұшпанымыз ол емес. Біздің ең үлкен дұшпанымыз шайтан мен нәпсіміз. Біз осы екі нәрсені дұшпан санасақ, мақсатымыз дұрыс айқындалды деген сөз. Алла Тағаладан сол шайтанның азғыруынан әрқашанда бізді сақтасын деп дұға тілеуіміз керек. Ықыласпен дұға қылайық, ықыласпен амал жасайық. Ин тансуруллаха янсуркум ва юсаббит ақдамакум. Алла Тағала не дейді? Егер сендер Алланың дініне жәрдем берсеңдер, Алла Тағала да сендерге жәрдем береді, және де аяқтарыңды бекем қылады. Алдымыздан шайтан шыға ма, кім шығады? Алла бәрібір құлдарын қорғайды. Ва юсаббитуллаху аллазина аману бил қаули сабити фил хаяти дуния ва фил ахира. Алла Тағала өзінің мүмин құлдарын бекем сөзбен осы дүниеде де қуаттайды, ақыретте де қуаттайды. Алла бізді ешқашан тастамайды. Сондықтан байланысымыз Алламен күшті болса, шайтан бізге уәсуәсе сала алмайды. Және де бұл дүниедегі себептердің бірі де куну мa'ас-садиқин. Ізге құлдармен, айналамыздағы достарымыз, араласқан адамдарымыз ізге құлдардан болса, біз бір қате басып жатқан кезімізде бізге мазақ қылып емес, бізге шынайы жаны ашып, бізді түзететін адамдармен дос болуымыз керек. Қазір біздерде қарасаңыздар, шынайы дос деген нәрсе қалмай бар жатыр. Және де Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шайтаннан қалай құтылу керек, шайтанның уәсуасасынан қалай сыйыну керек, барлығын бізге көрсетіп кетті. Сондықтан ғұламаларымыз айтады, екі дүниенің бақыты Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ізімен жүру дейді. Және де Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті дейді, Нух алейхиссаламның кемесі сияқты дейді.
жан жақ топан су басып жатқан кезде Нух алейхиссалам не істеді? Иман келтіргендермен бірге ешқандай пәле жалаға ұшырамай содан аман есен қалды. Яғни дүниеде қаншама фитна болып жатса да, қаншама сынақтар болып жатса да, біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін бекем ұстанып сол жолмен жүрсек, иншалла біз адаспайды екенбіз.